Саламатсыздар ма? Саламатсыздар, қайырлы күн. Модераторлар сөз өздеріңізде. Қайырлы күн, құрметті студенттер және ардақты ұстазымыз. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы қазіргі заман космополиттері. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің деп Мұқағали Мақатаев атамыз жырлаған үш бақытым біз үшін ең құнды байлығымыз. Сол байлық пен бақытты құрметтеп қорғау біз үшін мақсат және міндет. Ең басында айта кеткенімізде біздің бүгінгі басты сұрағымыз да осы, яғни космополит. Космополит дегеніміз кім? Ең алдымен қысқаша анықтама бере кетсем, космополит бүкіл әлемді өзінің отаны деп санайтын, жалпы адамзаттық мүдделер мен құндылықтарды жеке ұлттың немесе жеке мемлекеттің мүддесінен жоғары қоятын әлемдік азаматтық идеясын жақтаушы. Осы анықтамаға сәйкес біз осы күнге дейін әртүрлі мысалдарды көріп келе жатырмыз. Әртүрлі мысалдарды көре тұра біз әрқайсымыз әртүрлі ой түземіз. Осы жөнінде бізге бүгінгі сабағымызға бағыт бағдар беру мақсатында кураторымыздың айтар ойына құлақ салсақ деймін. Саламатсыздар ма, қымбатты студенттер? Тағы да мынау біздің бүгінгі куратор сағатымыздың өзі бүгінгі күннің өмір жүйесімен өте тығыз байланысты болып отыр. Өйткені қазіргі таңда бір секунд қана. Мынау қазіргі таңда европалық әлемдік мәдениеттен, өркениеттен хабары 1000 есе мол. Бірақ ұлттық рухтың, ұлттық қазақ халқының табиғатынан тыс ада, халықтық салт сана дейтін санасына сіңбеген азаматтардың саны күннен күнге көбеюде. Ана тілінде сөйлей алмайды, бірақ ағылшын тілінде өзге тілде сөйлегендігі мақтан тұтады. Ана тілінде ойлай білмеген адам, ана тілінде сөйлей білмеген адам, менің ойымша, және оны тарихта көп жағдайда бізге көрсетіп келе жатыр, ұлттың қамын шын мәнінде дұрыс ойламайды, халық үшін қызмет ете алмайды. Мынандай жаңағы әлем бойынша мынандай бір дерек бар. Осыдан біраз жыл күні ертең дүниеге сәби әкеледі дейтін бір ағылшын елінің 100 анасын бір жерге жиып, күнде оларға ана тілінде, ағылшын тілінде ертегі тыңдатқан екен. Сол 100 анаға балаларын өмірге әкелгеннен кейін енді ағылшын тілінде ғана емес, неміс тілінде, француз тілінде қоса, 3 тілде қоса ертегіні тыңдатады. Аса таңғаларлық жайт, француз, неміс тілінде ертегі тыңдаған уақытта балалар жылағандарын қоймаған, ешқандай бір саналарына белгі барғандай кейіп танытпаған екен. Ал ағылшын тіліндегі ертегіні тыңдатқан уақытта күнбе-күн ананың құрсағында жатып, баланың тілі, ананың тілі балаға сіңеді деген өте рас сөз. Кәдімгі бір тоқтап, жылағандарын қойып, сондай бір ерекше қалыпты танытқан. Бұның өзі нені көрсетеді? Яғни ананың тілі баланың салт санасына, ананың құрсағында жатып сіңеді дейтін, бұны ғылыми тұрғыда осындай дәлелденген екен. Осындай дүниежүзілік мәдениеттен хабардар бола тұра, қазіргі кезде тілге шорқақ және ана тілінде сөйлеу десе, тіпті кекірейіп қарайтындар саны бұрынғыдан да гөрі кейде ойлаймын, кемудің орнына көбейіп те бара жатқан сияқты. Біздер өзіміздің мамандығымызға сәйкес тіл мен әдебиеттің қайнар бұлағынан нәр алып суын ішкен, сезінген, жүрегімізбен түйсінген, біз барлық жағдайда өзгелерге үлгі бола білуіміз керек. Ана тілінде сөйлей білген адам ана тілінде ойлай біледі. Ал ой жүйесі, жүрек жүйесі ананың тілін сезінген адам халқының да жоқтаушысы, халқының да қамқоршысы болады. Сондықтан бүгінгі тақырыпты біз әдейі бүгінгі заманымыздан қанша жерден білімді болайық, бірақ өзгеге танылайын десек, өзіміздің тілімізде танылайық, өзіміздің рухымызды сезінейік. Қазақта дәстүрдің де жақсысы бар, озығы бар, тозығы бар дейді. Өткен заманның кейбір мысалға дәстүрден қалған, қазіргі жағдайға келмейтін
жаңа көріністерде бар, бірақ ата бабамыз салып кеткен ізгі жолды ешқашан ұмытпай, жақсының өзін алға алып барып, дәстүрге сай пайдаланып отырсақ, біз ешқандай кемшіндік көрген болмаймыз. Сондықтан бүгінгі куратор сағатының өзі біз өзімізді ұлтжанды, елжанды, ұлтты қорғайтын, ұлт үшін қызмет ететін нағыз патриот болып қалыптасуға бір септігін тигізсе, нұр үстіне нұр болады деп есептеймін. Біздің модераторларымызға сөзін қойып, куратор сағатын өзіміз үшін әдемілеп алып шығайық. Жақсы, рахмет, сөз сіздерде. Космополитизмнің жағымсыз және жаман жақтарын айта кеткіміз келеді. Кеңес заманында космополитизм ұғымы жағымсыз сипатқа ие болды. Дегенмен, көптеген атақты тұлғалар өздерін осы идеяны жақтаушылар деп атады. Зерттеушілер мұның жақсы да, жаман да жақтары бар екенін тұжырымдады, негізгі оң жақтарын да айта кеткен болатын. Жалпы бұл өз отанына деген сүйіспеншілікті жоққа шығармайды. Тек қоғамдық игіліктерді бағалайтын ең жоғары категорияларды анықтайды. Бұл шовинизмнің көріністеріне тосқауыл қояды. Бір ұлтты басқалардан жоғары қоюға тырысады десе, енді тағы бір пікірлерінде басқа халықтардың мәдениетіне қызығушылық артады. Яғни бұл дүниенің де белгілі өзінің бір оң жақтары бар деп айта кеткен болатын. Және тек қана оң жағы емес, керісінше жағымсыз да тұстары бар екендігін жеткізген болатын. Және ол жағымсыз тұстары жайлы Орынгүл, сен айта кетсең. Ең басты, ең жағымсыз екі тұсы бар. Оның біріншісі ол ата бабалардың жадын, рухани және ұлттық құндылықтарды адам санасынан өшіреді және өзінің деңгейін төмендетіп тастайды. Ал екіншіден, сіздің еліңізге деген, отаныңызға деген, жалпы туып өскен жеріңізге деген мақтаныш сезіміңізді мүлде төмендетіп, тіпті жоқ қылып жіберуде қаупі бар екендігі белгілі. Ендігі кезекте осы көптеген ақпараттар бердік деп ойлаймын. Ендігі кезекте сіздердің де ойларыңызды білу мақсатында ой-талқы сұрақтарын қойғымыз келеді. Бірінші сұрақ: космополит менің санамда. Екінші сұрақ: мен космополитпін бе? Үшінші: біздің елде космополиттер бар ма және олар қалай суреттелетін болса? Төртінші сұрақ: космополитизм ұлт мүддесіне сай ма деген сұрақтар. Әр студент өзінің ойын білдірсе деген мақсатымыз бар. Біз енді мына ұлттық мүддені енді аяққа таптамай, бірақ дегенмен оны жоғалтып, керісінше әлемдік санада мен ағылшынша сөйлеймін, мен жаңағы қытайша сөйлеймін, мен арабша сөйлеймін, мен французша сөйлеймін деп жаңағы тіл болсын, я оның дәстүрі болсын, я оның діні болсын, әйтеуір сол нәрседе жаңағы өзінің менің санамда дәл солай жаңағыдай бір айтады ғой, Қадыр Мырза Алидің өлеңі бар ғой. Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметті деген. Дәл осы сияқты біздің қазақ тіліміз, мысалы біз бәріміз мына жерде қазақ тіл мұғалімі болып оқып жатқандықтан біз тілімізді, дінімізді, ұлтымызды, ұлттық мүддені жоғары қоя отырып, басқа елдің тілін құрметтеуіміз қажет. Яғни сондықтан менің санамда да бұл менің санамда бұл космополит деймін, жаңағы ұлттық мүддені аяқ асты етпесе де әйтеуір, бірақ біздің ұлтын сүймейтін, бірақ өзге ұлтты қадірлейтін адамдар деген менің санамда сондай бір қалыптасқан пікір қалыптасқан. Әрине ол басқаша болуы мүмкін біреулерде, бірақ дегенмен менің ойымша осылай. Және мен сіздерге айтарым, енді бәріміз де бір қазақтың баласымыз, бәріміз де бір ауылдан шыққанбыз, түбіміз ауылдың адамы деген сияқты болғандықтан, қазақылығы бұзылмаған жастар болғандықтан бәріміз де анағыдай тілімізді құрметтейік, басқа тілді барлығында білің, ағылшынды білің, қытайды білің, арабты білің, бірақ дегенмен өз тілімізді құрметтеп, өзге тілді де үйрене жүруіміз қажет. Себебі космополит болу, яғни біздің болашағымызды жоққа шығарып жүрге апаратын жол. Мүмкін біз жаңағы кім айтады ғой, Мұхтар Шахановтың сөзі бар ғой, батыстың цивилизациясын ереміз деп, оның канализациясынан түсіп кетмейік деген әңгіме бар. Сондықтан біз жаңағыдай дұрыс жолды, ұлттық мүддені ұстануымыз қажет деп ойлаймын. Рахмет, Қуат, өте керемет жеткіздің. Енді осы тұста мен космополитпін бе деген сұрақта туындауы мүмкін. Ол жөнінде Аружан ойыңды білдіргің келеді ме? Қайын, дауысым естіліп тұр ма? Иә. Осы тұрғыдан мен космополитпін бе деген сұраққа Қазақстан мемлекетінің азаматшасы ретінде өз отанымды, өз тілімді, дінімді, ділімді, салт дәстүр, әдет ғұрпымды құрметтейтін және қадірлейтін тұлғаның бірімін. Сол себепті мен космополит емеспін.
қоғамда көбінесе кереғар пікірлер қалыптасып жатыр да қазіргі таңда. Сондықтан жеке басыма келген кезде мен космополит емеспін. Иә, бәріміз де сенің отан алдындағы борышыңды өте жақсы атқарады деген сеніммен жақсы ниеттеміз. Және де бірінші осы екінші сұрақты не барысында бір не білдіргім келіп тұр пікір. Мен ойлаймын, ең бірінші кез келген жағдайда ол неден ең кіші бөлшегінен бастауымыз керек. Әрине, оған шүкір дейміз, біз өзіміздің ділімізді, дінімізді сататындай емеспіз, адам емеспіз, және ондай болмай-ақ қояйық. Бірақ дейтін ең жаман сөз ғой, бірақ деген қосылып жүреді. Бірақ қазіргі таңда біз өзіміздің тілімізді жеткілікті деңгейде құрметтеп жатырмыз деп айта алмаймын. Себебі біздің сөзімізде қосылатын кішкене ғана орыс тілінен енген паразит сөздер біздің тіліміздің сонша бір төмендеп бара жатуына біз де үлес қосып жатқан секілдіміз. Себебі айтатын болсақ, кез келген жерде біз өзіміздің орыс тілі сөздерін паразит сөздер ретінде қосыламыз. Короче, кстати, вроде олай емес, жоқ, хорошо деген андай кішкентай элементарный сөздердің өзі біздің тіліміздің, біздің қазақ бола тұрып, біздің тіліміздің ластануына әкеп соғып жатқан секілді менің ойымша. Андай сөз бар ғой, бір орыс келсем, қазақ орыспен орысша сөйлесіп кетеді деген. Сол сияқты мен ойлаймын, дініміздің несі, әрине ең бірінші оны өзімізден бастауымыз керек. Соған байланысты мен ең бірінші құрметтеу үшін осы сөздерден арылсақ, бір маман ретінде қазақ тілінің болашақ ұрпағымыздың жақсы болуы үшін біз өзімізден бастасақ, сондай сөздерді өзіміздің ауызекі сөйлеу стилімізден алып тастасақ дегім келеді. Өте жақсы айтылды. Келесі, біздің елде космополиттер бар ма, және олар қалай суреттеледі? Жалпы жаңадан айтып жатырмыз ғой, космополитизм ұғымының кез келген саласын жақтайтын адамдар, және олар грек тілінен аударғанда негізі олар әлем азаматы дегенді білдіреді екен. Және осы тақырып төңірегінде бізде бір сұрақ пайда болады. Ол біздің елімізде космополиттер бар ма деген. Біздің елімізде мен білетін бір космополит бар, ол Мұхтар Әбілязов, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Қазақстанның бұрынғы энергетика, индустрия және сауда министрі болған кісі. Ол кісі қазіргі уақытта Франция қаласында тұрады. Сондай-ақ ол кісі бұрын 2007 жылдың маусым айында Қазақстан сотының үкіметінің ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, банк мүддесін заңсыз пайдаланған үшін және өзінің қызметін аса жоғары пайдаланғаны үшін сырттай 20 жыл бас бостандығынан айырылған болатын. Сондай-ақ осы қазіргі таңда Тұран әлем банкінің басшысының басқармасы Жақсылық Жарымбетов осы бір бұқаралық ақпарат құралдарында осы Әбілязовты нағыз космополит деп көрсетеді. Ол кісі адамдарды жақсы пайдалануды біледі. Оның бойында қазаққа деген бір сүйіспеншілігі жоқ, ешқандай жылуы жоқ, ойлағаны тек өзінің бас пайдасы ғана, билік көзі ғана деп солай өзінің пікірін білдіреді Әбілязов туралы. Мен де өз ойымды білдіріп кетсем болады ма? Иә. Жалпы мен де осы космополит жайлы ойланып, интернет желісінен қарап, өзім ізденіп көрген едім. Осы бойынша менің ойым мына алдымызда айтып кеткен адамдардан кішкене өзгерек. Жалпы менің зерттеулерім бойынша космополит деген әлем адамы деп жаңағы Асылханым айтып кетті, солай аударылады. Әлем адамы деген сөздің өзі қандай күшті естіледі. Ол әлемді жақсы көреді, ода жек көрініш деген нәрсе көп болмайды да. Ол адам бір ғана елді басқа елдерден артық көріп тұрмайды. Ол артық көретін бір елді басқа елдерден жоғары көретін адам ол нацист деп аталады. Сол сияқты патриот пен нацисттің арасындағы арасы бір қадам деп айтады. Ол жаңағы жақсы көру мен жек көрудің арасы сияқты. Сол сияқты сіздерде космополитті тек қана жаман жағынан ғана көріп отырсыздар. Олардың да бойында негізінде жақсы қасиеттер болады. Мысалға
мысалы олар әлем адам болғандықтан олар барлық елдің жаңағы толеранттылыққа үйретеді, яғни барлық елдерді бірдей жақсы көруге, бірдей көруге, бір елді бір елден қарағанда жақсы көруге емес, керісінше барлығын бірдей көруге, бірдей жақсы көруге үйретеді. Және де ол мысалға егер космополит болды деген сөз ол патриот болмады деген сөз емес. Себебі қазақ елінде ол дәл сол сияқты әлем адам болғандықтан жақсы көруі мүмкін. Бірақ ол егер де қазақтың мүддесі басқа елдің мүддесімен бірге тұрғанда ол екі елді де таңдамайды, ол әділеттілікті таңдайтын болады. Яғни бір елге қарай оның бүйрегі бұрып тұрмайды деп айтқым келеді. Және олардың бір жаман, маған ұнамайтын, әрине іздеген кезде қасиеттің бірі бұл өз еліне деген жаңағы сүйіспеншілігі патриоттарға қараған кезде кішкене төмендеу болады. Олар көбінесе өз елдерінен көмек көрмеген, жаңағы Мұхтар Әблязов сияқты керісінше оларды кері әсер беріп, яғни өз елінен былай айтқан кезде көмек көрмеген, қолдау таппаған адамдар көбінесе космополит болады екен. Және біздің әлемде де космополиттер филантрофиямен көп айналысады екен. Яғни ол филантроп дегендер кімдер? Филантроп дегендер олар барлық әлем адамдарына ақшалай көмектеседі. Мысалы, олардың ішіне Анджелина Джолиді қосуға болады. Ол барлық елдерге, мысалы Африка елдеріне, тағы да басқа соғыс болып жатқан елдерге өзінің мемлекеттен тыс көмегін тигізеді. Оны да былай айтқан кезде әлем адамы деп атап кеткен. Ол өзін белгілі бір өзінің еліне ғана көмектеспейді, басқа елдерге де өзінің филантроптық қызметін көрсетеді. Яғни өзін басқа адамдарға көмектескен жақсы көреді, әлем адамдарына көмектескен жақсы көреді. Осы бойынша мен жалпы космополиттердің жақсы қасиетінде айтқым келген. Рахмет, Арухан. Сөз арасында менің де бір ойыма ой түсті. Жаңағы елінен көмек, Әблязовтар мәселен елінен көмек көрмеген дегенді қандай дерекке сүйеніп айтуға болады мәселен? Қандай көмек көру керек еді олар? Ондай емес, мысалға айттыңыз, соған сұрап отырғаным ғой. Елінен Әблязов 2 рет айттыңыз, елінен көмек көрмеген, қолдау көрмеген деп. Меніңше олар енді еп тонап, қазір оппозиционер болып сөйтіп жүрген адамдардың қатарында ғой. Сондықтан нақ бір үлгіге келтіретіндей адам деп өз басым санамаймын мен шындығына келгенде. Бұл да енді өзім пікірім, жалпы сөз арасында айта кетейін деп жатқаным. Жақсы, жалғастыра берейік. Мен апай айта кетейінші, космополиттер бар ма елімізде деген сұраққа. Айтайын ба? Жалпы жаңа мысалы бізде айтып жатады ғой, біздің қазақта бір жазушы ақын бар да, ол қазақ, бірақ орыс тілінде жазатын, оны бәріміз танимыз, Олжас Сүлейменов. Жалпы Олжас Сүлейменовті көбісі жаңағыдай космополит деп айтып жатады. Негізінде ол айтады, жаңағыдай көбісі бізге қарсы шығып жатады, көптеген айтып жатады. Мысалы, батыстан келетін киноларды мысалы мүлдем көрсетпеу керек, олар біздің ой санамызды бұзады деген пікірге жаңағыдай Олжас Сүлейменов айтады. Керісінше олар келу керек. Олар келген кезде ол біздің ой санамызға, біздің ойлауымызға одан әрі әсер етеді. Бұл жалпы бұл жаһандануға қарсылық емес, ұлттық құндылықты қорғау деген секілді өз пікірлерін білдіріп отырған. Дұрыс айтасың, Сымбат. Бұл бір нәрсені тек бір жағынан, бір ұшынан ғана көру қате деп ойлаймын. Әр нәрсенің екі жағы, екі ұшы болады. Осы тұста тағы да бір сұрақ ойымызға туындайды, яғни космополитизм ұлт мүддесіне сай ма? Егер ол сай болатын болса, біз неге барлығымыз космополит болмасқа, немесе барлығымыз оны жақтамай, керісінше басқаша ойда қалуға деген ой туындайды. Қалай ойлайсыздар? Космополитизм ұлт мүддесіне сай ма? Жалпы осы сұраққа жауап беретінден бұрын осы космополизм жаңа Мұхтар Әблязов айтып жатыр ғой. Менің ойымша Мұхтар Әблязов сол космополизм емес, ол кісі өйткені әлем адамы деген айтып кетті ғой. Анджелина Джоли, тағы да ол басқа, ол халыққа, нәсілге, адамға бөлмей көмек көрсетеді. Мысалы Мұхтар
Әблязовты біз көрдік па, көмектескен адамдарында. Менің ойымша өз басы Мұхтар Әблязовты әлем адамы емес есептемеймін. Енді сұраққа келетін болсақ, ұлт мүддесі дегеніміз не, жалпы ұлттың мүддесі қандай болмақ, оған космополизмнің қандай қатысы бар? Ұлт мүддесі, біздің қазақ халқының ұлт мүддесі әрине ол әлемдік жаһандануға ере отыра, яғни өзіміздің ұлттық кодымызды сақтай отыра әлемдік жаһандануға еру деген осындай ұлттық мүдде бар бізде, яғни өзіміздің кодымызды, ұлтымызды, дінімізді, әдеп ғұрпымызды, тарихымызды, әдебиетімізді сақтай отыра бізге қалай жетті, біздің бабаларымыз қалай бізге оны әкеп берді, бізде оны келесі ұрпаққа жеткізуіміз керек. Біз дәл сондай қалыпта. Енді космополиттер олар енді әлем басқа, яғни біздің жалпы ұлтқа бөлмейді, ол жалпы ойлайды ғой. Менің ойымша ұлт мүддесіне олар белгілі бір әсерін тигізеді деп айта алмас едім. Олар тек қана әлемді ойлайды, әлемдік проблемаларды ойлайды, мысалы су тасқыны, әлемдік жылыну деген сияқты сондай бір жақсылықтар бар да, бірақ ұлттың мүддесіне ол белгілі бір зиянын немесе жақсылығын тигізеді деп мен айта алмас едім. Яғни ол белгілі бір тұрғыда ұлттық мүддеге ешқандай әсерін тигізбейді. Патриоттар көп болу керек. Патриоттар көп болған жерде бізде ұлттық мүдде ол әрине орындалады деген ойдамын. Космополит дегеннің әлем адамы деп жатырмыз ғой. Сол әлем адамы дейтін бүкіл лайықты тұлғасына сай біздің елде дұрыс көрініп жүрген жоқ сықылды. Ұлтыңды біл, әлемге көрін, ұлтыңды әлемге тан. Осы орайда мәселен Әблязов емес, Димаштың бейнесін әлем адамы ретінде біз тани аламыз, біз біліп те жүрміз, байқап та жүрміз. Қажет десе ағылшынша да сөйлеп жатады, қажет десе әлемге, Қытайға бар, Америкаға бар, ұлт тілінде сөйлеп, ұлт тілінде жауап беріп жатады. Ол ата әжесінің тәрбиесін көрген, жаңағы әке шешесінің тәрбиесін көрген, міне нағыз үлгі алатын тұлға осы. Шынайы, қарапайым, менмендігі көкірегінде жоқ, нағыз әрі қазақ, әрі әлемнің адамы. Біз жаңа космополиттердің жақсы жағы да бар әрине, ол дүние жүзіндегі бүкіл білімнен хабары бар. Сонысымен қоса ұлттық мүддеінде үнемі ойлап отыру керек. Ал бізде керісінше оның бір ғана қырын, қазақты ойламайтын, әлемді мойындайтын ғана жағын басым жағдайда алып кетіп жүрген сияқтымыз. Енді пікірталас сабағы болғасын, өзімнің ойымды да айтып отырмын. Жақсы, қыздар, жалғастыра берейік. Бізде 8 минут айтып кетсем бола ма? Апай, сіздің еңізге келісіп кетейін деп едім. Сіздің пікіріңізге мен айтып кетсем бола ма? Мен айтып кетейін, жаңа апайдың сөзіне толықтай келісемін. Жаңағыдай космополитизм әлем адамы болса да, ол жан-жақты болу керек, өзінің ұлтында, өзінің еліне де еңбек сіңіру керек, және сонымен қатар әлемге де көмектесіп екі жақты ойлау керек деп ойлаймын. Жалпы біз айтып жатырмыз ғой, біздің қазақ тіліміз екінші орында, қазіргі таңда Қазақстанда тұрып, өз тілінде сөйлемей, өзге тілде сөйлеп кететін, қарапайым жиында болсын, қарапайым алаңда болсын, өзге ұлт өкілдері арамызға кіріп келсе, дәл сол ұлт өкілінің тілінде мүдірмей, кідірмей, шүлдірлеп кететін жалпы қазақ жастары да үлкендері де болса бар екенін біз жасыра алмаймыз. Мынадай бір Бауыржан Момышұлының мынадай бір сөз бар: кейбір ұл қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі мені қатты қынжылтады. Бірақ бұған ең алдымен ата-ана кінәлі дейді, яғни үйіндегі ата-анасының тәрбиесіне қарай дейді. Сонымен қатар сол пікірімен қоса осы Бауыржан атамыздың мынадай бір сөзі бар: менің үш қорқынышым бар дейді. Біріншісі, бесік жырын айта алмаған келіндердің көбеюінен, екіншісі, немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын әжелердің көбеюінен, және үшіншіден, салт дәстүрін сыйламайтын ұрпақтың көбеюінен қорқамын деген екен. Сондықтан барынша ұлттық құндылықтарымызды біліп, жете түсініп, жаңағыдай келер ұрпаққа аманат ретінде жеткізгеніміз дұрыс болар деп ойлаймын жалпы. Мен де осы жерде айтып кетсем. Апай, мен де айтып кетсем. Сөйлемеген қыздарға кезек берейік. Апай, мен айтып кетсем бола ма? Айта қой. Яғни космополитизм дүниетанымы қазіргі кезде әлемде бар. Яғни мен факт ретінде танымал космополиттер туралы сөз қозғайтын болсам, оған біз белгілі физик Эйнштейнді
критерийінде жатқызуға болады. Өйткені ол Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы негізінде құрылған бірыңғай конгрессті үкімет құруға және біріктіруді жариялаған болатын, және Америка Құрама Штаттарының президенті Труменді де алуға болады. Және де актер Гэри Дэвис әлемнің азаматы деп жариялап, және де әлемнің азаматы деген паспортты бүкіл дүние жүзіне беру туралы ұйымды құрған болатын. Және де өзін космополитикалық философ деп санаған Диогенесті де осы әлем космополиті деп алуға болады. Және де бізде космополит туралы кітаптарда жарыққа шыққан болатын. Оған біз Сталин және космополитизм 1945-1953 жылдар аралығы деген кітапты алуға болады. Оны Наджаров есімді ғалым осы идеологияны қолдап жазып шыққан, және де космополитан немесе әлемнің азаматы. Бұның авторы Мамброн ол идеологияның отаннан қалай бөлініп жатқанын сипаттаған болатын. Және де Сукре мен Этанның жаңа байланыстар коммуникативті дәуірдегі сандық космотоликтер деген кітабы бар. Және де Киршиннің космополитизм адамзаттың болашағы деген кітабы бар. Бұнда автор өзінің Греция, Қытай және басқа елдердегі космополитизм идеяларын ашып, болашақ үшін маңызды мақсаттарын талдаған болатын. Рахмет. Осы тұста бір ой айта кеткім келіп тұр. Бұрынғы КСРО уақытында өзінің еліне бодан болған халықтарды қалай өзіні Ресей азаматы етіп шығару, яғни өзінің ұлттық сана сезімін жоғалту ретінде бір эксперимент жүргізген болатын. Яғни ол біраз тышқандарды, даланың тышқандарын ұстап, әртүрлі жәшіктерге қамап салып қояды. Соның ішіне күн сайын бір-бірден тамақ беріп тұрады. Әр уақыт өткен сайын тамақтардың санын азайтып отқан сайын әлгі күніге тамаққа тойып алған тышқандар бір-біріне шабуыл жасай бастайды. Яғни бір-бірін жей бастайды. Ең соңында әр жәшікте кем дегенде бір тышқаннан қалып отқан. Сол ең мықты деген тышқандардың барлығын алып қалып бір жәшікке салған кезде әлгі тышқандардың ішінен бір ғана тышқан қалған. Яғни оларға мүлде тамақ берілмегеннен бір ғана тышқан қалған. Бұл жерде ол тышқан барлық тышқандарды жеген. Сол кезде Ресей демей қойын, кеңес үкіметінің азаматтары осындай бір ой түйген. Егер де ұлттың бетіндегі қаймақтарының барлығын сыпырып алып тастайтын болсақ, оларға ойына тек қана орыс тілінде ойлайтын, яғни өзінің тілін, дінін жоғалтатын адамды, бір ғана болсын адамды енгізетін болсақ, ол барлық адамдардан өзіндік ұлттық мүдде дегенді сана сезімінен мүлдем жоғалтады деген болатын. Осы тұста біздің қазіргі қоғамымызда, айналамызда көптеген орыс тілді азаматтар, немесе қазақ тілі, қазақ жерінде тұрамыз десе де өзіміздің ақшамыз жоқ, өзіміздің байлығымыз өзге жаққа кетіп жатыр, немесе өзіміздің қорымыздағы заттарымызды өзіміз қолдана алмаймыз, шетелге неге барлығы кетеді деген сынды көптеген адамдар әртүрлі ой салады. Осы ойлардың кесірінен әрбір қазақ азаматы ойлануы мүмкін. Неге осылай болады? Егер біз өзіміз Қазақстанда тұратын болсақ, қазақ әр өзімізге тиесілі затты алмайтын болсақ, несіне біз қазақ жүрміз, неге шетелге көшпейміз деген ой келеді. Сол кезде ойымызға салынған зат әлі күнге дейін осы біздің санамызда келе жатыр. Бұдан шығатын бір түйін, әрбір қазақ біреудің айтқанымен, біреудің нұсқауымен жүрмей, өзінің санасымен, өзінің ұлтқа деген, отанға деген, туған жерге деген махаббатын өз деңгейінде көтере білсе деген ойдамын. Және осы тұста Жанайдарова Нұршаттың «Мен қазақпын» деген әнімен аяқтағымыз келеді. Рахмет. Нұршат. Мен даусым естіліп тұр ғой, Қуандық Рахымның «Мен қазақпын» әні. Қазақ болып тумағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүйрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда тоздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда не терем, өкінішпен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, барша жанмен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде, білінгенде бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде, білінгенде бір қазақ, бір қазақ. Рахмет.
1 минуттан аз уақыт қалды, қыздар. Аяқтай қойыңдар. Иә, міне бүгінгі ой талқы куратор сағатымызда өзінің мәресіне жетті. Әртүрлі ой қалыптастырды деген ойдамыз. Десе де, біздің ең басты мақсатымыз отан алдындағы борышымызды өз деңгейде асырып орындау деп ойлаймын. Және бүгінгі куратор сағатына қатысқандарыңызға рахмет. Көп рахмет. Барлығыңызға да рахмет. Куратор сағаты өз мақсатына жетті деп ойлаймын. Модераторларымызға ұйымдастырған үшін алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыздар.